30 gün oyun 40 gün toyu meyramı Töredey küttü törünün gittey meymanı Dombura versen dudar aylatıp bizden el Әудемей тұғын қазақ жоқ елде дейдәлі Бізбен бірге әзілдеңіз ән салыңыз келіңіз Қазақтың даңқы қазақтың салты әдемі Сәлем. Сәлем. Мәссаған. Қазанда күйе қалған ба, бәрін бетіңе жағып алыпсың ғой тура. Көз? Иә. Оны мен көз тимесін деп жағып алғаным ғой. Біздің ауылда ешкімнің көзі өтпейді. Бірақ айтайын ба, кімнің көзі бар? Кімнің? Ақсақ Сапар деген кісі бар. Сосын Шөп жалаң Жәмила деген кісі бар. Сосын ана Шіләңгі Серік деген. Міне осы адамдардың көзі бар ғой. Тура адамды ұшырып түсіреді. Сақ бол жарай ма? Қалай дедің? Шөп жалаң Жәмила дедің ба? Мә, сен аттарын айтқан өзінде мен қорқып кеттім ғой. Аттары неге қызық-қызық? Ой, біздің ауылда неше түрлі ат бар. Әлі талай таң қаласың әйгерім. Күлше Болат, Мант Сабыр деген аттар жетеді. Неге күлесің, ей? Дұрыс жүріп тұрмасаң, саған да бір ат қоя салады олар. Маған? Қандай? Күйе әйгерім деп. Күйе әйгерім? Сен бар ғой, мына ауыл туралы бірдеңе білгің келсе, менен сұрай бер жарай ма? Мен бар ғой, мына ауылды бүге-шүгесіне дейін зерттеп тастағам. Бәрін білем. Тіпті бар ғой, мен мына білетінді Google білмейді. Google білмейді? Иә. Ондай да бола ма? Иә, мен екі аяқты Google ғой. Көз? Мә, сен күшті екенсің. Сен ет асып жатсың ба? Иә. Мен бар ғой, мына етіңді бар ғой, 2 секундта аса салам. 2 секундта? Иә. Мантыны 3 секундта түйе салам. Ал бар ғой, ана сиырыңды жарты секундта сауам, ауланы 4-5 секундта сыпыра салам ғой. Мә, сен жұмыстарын секундтан аспайды екен ғой? Сонда сен мына жұмыстардың бәрін бітіріп, сосын не істейсің? Сосын ба? Сен сияқты көрші келіншектермен әңгіме айтам. Оған қанша секунд уақытың кетеді? Қайдағы секунд? Ой, әңгіме айтқанда таңды таңға жалғап жібереміз ғой. Таңға дейін? Күшті, таңға дейін. Ойнап айтам. Бізге қайдан ондай бақыт? Әй, келін! Қайда жоғалып кетті мынау, а? Кету керек маған. Не, айтпақшы, не үшін келіп едің? Bir кесе күріш бар ма сенде? Bir кесе күріш? Иә. Жоқ, мен әлі асымен танысқан жоқпын ғой. Сен барып апамнан сұрап көр. Айгүл тәтеден бе? Иә. Ой, ол кісі алдыңғы аптадан бері ашулы. Санкция деме бірдеңе жарияладым деп жүрген. Енді ешкімге ештеңе бермеймін деп. Қош. Онысы қашанға дейін жалғасады екен, айтпады ма? Білмедім, мен қайдан білейін? Сен келгенде бәріміз қуанбек, сол санкциясын алып тастайма деп. Жарайды, кеттім мен онда. Құралай. Менің осы түрімді көргенімді ешкімге айтпашы, жарай ма? Жарайды. Айтпай. Сен бұлай кеңес керек болып жатса, хабарлас, жарай ма? Ана дуалдан атып шығам. Жарайды, рахмет. Санкция. Апамның санкциясы не болды екен, а? Қазақтың даңқы қазақтың салты әдемі Асқаттың көлігі ғой. Өй, жиын. Ассалаумағалейкум, нағашы. Уағалейкум ассалам, жиын. Не қылып отырсың? Ой, ұқтап кетіппін ғой. Үйге кірмейсің ғой. Көлікте отырғанның. Қашан келдің? Нағашы. Түннің бір уақытында келдім. Бәлкім таң атама. Жай жүрсің бе? Жай жүрсем жақсы ғой. Қысқасы үйден кетіп қалдым. Не дейді? Мына әңгімең ұнамай тұр маған.
Үйге кір. Үйге барып әңгімелесейік. Таң ата келдің бе сонда? Таң ата келдім ау деймін, ұмытып қалдым. Қайным-ау, қалың қалай амансың ба? Қайдан жүрсің? Ай, бұл жиен таң атпай бекер жүрмеген сияқты. Естің алдынан шықсам, көлігінде ұйықтап жатыр. Көлігіңде ұйықтаған несі? Үйге келіп ұйықтамайсың ба? Ой, жеңеше, сіз де әйел адамсыз ғой, түсінесіз ғой. Мына әйел деген қауым өзі еркектің есін шығарып, етін сылып, сандалтып жіберетін бір құдіретті қауым екен ғой. Асқатжан, олай емес қайным-ау. Әйел ғана уақыттың өзін уақытша тоқтата алатын құдіретке ие. Әйел ғана таққа отырмай хандық құра алады, білесің бе соны? Ай, жеңеше, шаршадым мен. Жиен, шаршасаң үйге кір де жат. Ағаң үй Ақжайлау демекші. Нағашыңның үйі кең сарай. Кірді ұйықта. Есік ашық қой. Нағашеке, тәнім емес қой, жаным ғой шаршаған. Сіз білесіз ғой, айтыңызшы, не істеуге болады? Осы бар ғой, қайным. Осы сен қашан жарқырап, күліп ойнап жүресің, а? Қашан көрмейін қабағыңа қар жауатта тұрады. Не болды? Ой, жеңеше, былай тартсаң, өгіз өледі, былай тартсаң, арба сынады. Амал жоқ, екі ортасында мен өлетін болды. Не болды сен? Не болды? Нағашымның әпкесі. Және үйдегі менің құдай қосқан қосағым. Осы екеуі мен екі қолымнан тартып, екі жағымнан созып өлтіретін болды. Шаршадым, не істеуге болады осы? Сәрсенбай ұқсап кететін шығармын, басым оған жақ. Ей! Қайдағын айтпа. Сәрсенбай емес, өзімен кетсін. Не болды саған сонша? Жігіт емессің бе? Соны айтам, сонша таусылғаны. Жарайды, қалжыңдаймын. Үйдегі анамның көңілін тапсам, келіншегім ренжиді. Келіншегімнің көңілін тапсам, анам ренжиді. Осы бір қауым елді басқарып жүрміз. Түздегі әйелдердің тілін табамда, осы үйдегі екі әйелдің тілін таппайды. Осы теңдеудің шешімі бар ма, нағашеке? Сіз мұғалімсіз ғой, айтыңызшы. Мен есепке жоқпын ғой. Менікі сол қазақ тілі әдебиет, одан қала бер тарих қой. Қайным-ау, оның бір ғана шешімі бар. Ол төзім, сабыр. Сен анаңды да, жарыңды да тастамайсың. Шыдайсың, көресің, көнесің. Тағдырың өзіңнің қолыңда. Жаса. Дұрыс айтады, жеңешең. Жүрсін ақын айтқан, әйелсіз қонды баққашан. Әйел деп түстік отқасан. Әлемнің тілін таппайсың, әйелдің тілін таппасың. Өйде. Сен мына кеудең тұрып, мен еркекпін деу үшін әуелі әйелдің тілін табу керек. Соны айтам. Сен бар ғой мынау, ауылда аузы дуалы асабасың. Осы тойдыманда елдің бәрін өзіңе қаратып, бәрінің тілін табасың да, үйге келгенде мына екі адамның тілін табамайсың. Соны айтсаң. Не болды саған сонша? Сіздерге оңай қосуың барлығы. Жарайды. Ол да дұрыс шығар сіздікі де. Айтып жүрміз ғой тойларда. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды деп. Анаңды қадірле. Ал өзіміз? Сен түнде тойда болғансың ау деймін, Той-тойды нағашың үйіне соғуды қойдың ғой. Соңғы рет қашан келді? Ат басын бұрмағалы көп болды ғой. Ұмытып та қалдық. Енді келіп тұрмыз ғой, нағашы екен. Жігіттің жақсы нағашыдан дейді. Нағашымның үй кең жайлау деп. Оның үстінде алтын жеңешем бар. Онdan шай ішейін деп. Ай, жеңеше, нағашымның бағысыз ғой сіз. Ой, рахмет. Қазақтың даңқы, қазақтың салты әдемі. Жүрегім жанып оттай, жетерім атқан оқтай, бойызға билет таппай. Ұшақта қалды ұшпай, қиналдым сені құшпай, қанаты сынған құстай. Махаббатым қанат байлап, саған қарай ұшты жайлап. Бір сәт сені қалсам ойлап, бүкіл әлем кетер жайнап.
жанып сезім шабыт, қойып ем жолдар салып, қырсығай ол да жабық. Жеңемін бәрін, жетемін жаным, мен әркез жаныңдамын. Махаббатым қанат байлап, саған қарай ұшты жайлап. Бір сәт сені қалсам ойлап, бүкіл әлем кетер жайнап. Қазақтың даңқы, қазақтың салты әдемі. Балалар таң атпай қайда кеткен? Базарға барып келеміз деп кетті. Мәссаған әкім ауысып кетті ғой. Қай әкім? Біздің облыстың әкімі. Жөке, сен де айттың ғой. Осыдан бір апта бұрын ауысты ғой. Қойш. Мынау газеттің жаңа нөмірі ғой. Енді оқып отыр. Жөке. Қазір жұрттың бәрі телефоннан жаңалықтың бәрін оқып алады. Жақсы болды ғой. Бір шетінен ыңғайлы. Телефон қалтаңда жаңалықты қай кезде, қашан оқимын демейсің. Газет сатып алам демейсің. Сонда қазір мына газеттің түкке де қажеті жоқ қой. Онда несіне жазыламыз? Қалай несіне жазыламыз? Керек қой газет. Оқисың. Оқып болғаннан кейін анау күн шақырайып түскенде терезеге жабасың. Отынға пайдаланасың. Керек. Сол үшін керек па сонда? Бұрын газет оқығанның бәрі. Керемет болды ғой. Білімді болды. Ғалымдар да, зиялы қауымдар да солардан шыққан. Қазір мына алақандай телефонға қарайсыңдар, бәрі бар дейсіңдер. Бірақ бәрі керісінше кетіп жатыр ғой. Балалардың бәрін улап бітті. Ой, маған не қыл дейсің, ей? Соншама бар өшіңді менен алайын дедің? Телефонды ойлап тапқан мен бе әлде? Қатырады. Бұрын газет оқудың өзінің бір мәдениеті бар еді. Газет келген кезде әкелерді айтамды. Газетін алып, көзілдірігін киіп, жастығына жантайып жатып алып, рахаттанып жаңалықты оқып, оны бізге айтып отыратын. Енді ол бұрын ғой, Жөке. Мен газет оқуды тастамайым. Өзгермеймін. Ел өзгерді екен деп өзгерем ба? Жалаңаштан екен деп жалаңаштанам ба? Сатып кетті деп сатам ба? Өсек айтты деп енді. Солардың өсегін ерем ба? Адамда ұят, парасат, мәдениет деген болу керек емес ба? Ой, тоба сенің сонша таусылғаның, не? Өзгермесең өзгерме. Өзгерме. Мен кінәлім ба соғанда? Армысыңдар көршілер. Ай, Бұл не айғай? Төбелес жоқ. қайда қайғай? Қайдан білейін, Жөкеңнің дауысы жарқын шыққандай болды ғой маған. Жұпаржан, Жөкең қартаяйын деген қазір. Неге телефон шықты, неге газет оқымаймыз, неге газет деп мына жерде тегі өзімен өз таусылып отыр. Бәсе, екі шекесі сол қолдап, денесі қалтырап, терісіне сыймай отыр ғой. Сол екен ғой. Жұбеге, жұмысың болса айт, болмаса қайт. Ойбай. Мә, Жөкеңе жел тиді ма? Ойбай-ау, қайтыныз? Онда келмей-ақ қояқ үйлеріңе. Айеке? Онда виза сұраңдар, әрбір аттағанымыз сайын. Ой, мына Жөкең бар ғой, соңғы кезде бір түрлі болып бар жатыр, байқап жүрмін. Бір кішкене емдеп қоймайсың ба? Үшкіртіп. Қойшы Жұпар. Осы ауылдың бүкіл емшісін сен танисың ғой, мен емес. Барып емдетіп келші осыны. Сөйту керекпін. Арқасын құйрықмаймен майлап берейін ба? Жүр одан да шай ішейік. Сөйтейікші. Қазақтың даңқы, қазақтың салты әдемі. Ай, Марат, келін! Мұна сөмкесінес. Құдай үйге апарып қоймай ма? Марат! Келін!
жол жүріп бара жатырсың ба Айгүл? Қайда кеттің? Ай, қайда кетейін? Мына сөмке кімнің сөмкесі деп қарап қоям. Бағана келін қалаға барып келем деп еді. Құдай-ау, сол әкелді ма? Үйге дейін бір 2-ақ қадам үйге кіргізіп қойса болады ғой деймін де. Келін! Марат! Ойбай, Не болды? Артур, мынау тегін сөмке емес. Қазір білесің ғой, дүниеде, өмірде неше түрлі нәрселер болып жатыр. Қойшы, жұпар, сен де жау жақындатып төндіріп жібересің. Жақындама Айгүл. Не болды? Жақындама. Мына жай сөмке емес. Мынаның ішінде бір нәрсе болуы мүмкін. Не болуы мүмкін? Ештеңе де жоқ, қойшы сені бақса. Тоқта деймін. Тыныш. Айгүл, сен ешкімге қиянат жасаған жоқсың ба? Есіңе түсірші. Ешкімді ренжітпеп пе едің? Кетшар, есің дұрыс па сенің? Мен қиянат жасағаным де тіпті адам баласын өкпелетіп көрген жоқпын. Қайдағыны айтып сен де. Қой, жақындама деймін. Туф, Мүмкін емес. бұл жай сөмке, жұпар, қойшы сен де. Жай сөмке емес. Үй, жақындама. Айгүл. Не деген бір алаңсыз адамсың сен, теледидар неге қарамайсың? Қалай бейхабарсың, неше түрлі нәрсе болып жатыр ғой мына өмірде. Ойбай, масқара. Мынау сау адам есіктің алдына сөмкені қойып кетпейді. Қазір мынаны ашамыз деп, аяғымыз аспаннан келмесін. Ана біздің ауладан бірақ шығып жүрмейік, ұшып бар. Жұпар, қойшы деймін. Құдай-ай, сен мына телефоннан не бәлені көресің де, қайдағы бір миға сыймайтын дүниені айтасың. Қойшы. Айгүл, жақындама. Енді не осы сөмкенің бетіне қарап тұра береміз бе? Мынау жақсы ой. Бетіне қарап тұра бермейміз. Қазір бір таяқ па, сырық па бір нәрсе тауып әкелейік. Соған мына ілемізді ауланың ар жағына лақтырып жібереміз. Қазір. Бар ма сырық, таяқ? Ізде тап. Міне. Ой, тұрмай, сырығыңа дейін дайындап қойыпсың. Ешкімге қиянат жасаған жоқсың ғой. Қойшы, жасаған жоқпын. Не айтып тұрмын? Қайдам? Қас тұра тұр. Қазір. Міне мына таяққа былай ілеміз. Тұра тұр. Артур, қазір мен бар ғой, жат деген кезде жата қаласың. Жарайды. Бұл кім екен, Айгүлікке қастық ойлап жүрген. Жұпар тұрғанда бұл үйді құмырсқа да аттап баса алмайды. Ал! Жат! Қазақтың даңқы, қазақтың салты әдемі. Не істеп жатырсыз, апа? Сізге лақтырған? Неге алдың мына сөмкені? Лақтыр әрі. Неге лақтыр? Лақтыр деймін мен саған. Маған біреу қастық ойлаған. Жұпар айтты. Осы жұпар тәтені бір қалаға алып барып, жақсы психологқа қарату керек еді. Қайдағы бір бәлені айтады, ал сіз оған сенесіз. Жеңеше амансыз ба? Амансың бе, бейбітжан? Мынау менің сөмкем ғой. Жоқ, менікі емес, менікі кетті. Не деп кеттің? Менікі емес, кетті. Не айтып тұрсың? Апа, тергеп кеттіңіз ғой. Жарайды аға, төрлетіңіз, отырыңыз. Төрлет. Қап, Құдай-ай. Қалайсыздар? Ұстама, ашпа. Сізге не болды, апа? Жұпар тәте басыңызды әбден қатырып жіберіпті ғой. Тапа-тал түсте аулаға қойып кеткен. Кім қойғанын қайдан білесің? Қызықсыз, апа, мен өзім қойған. Сен? Мен қойдым деймін. Мына Бейбіт ағаның сөмкесі. Менікі емес бұл сөмке. Сенікі, сен не айтып кеттіңдер? Сенікі ме, сенікі емес пе? Менікі емес. Ашпа оны, ұстама. Мына сынықтан басқасын бәрі жығады деген осы екен ғой. Жеңеше. Тура жұпар тәтем сияқты болып кеткен. Қойшы. Жеңеше, бұл сөмкенің оқиғасы бар. Мен жаңа ауылға келе жатқанда бір таксиге мінемін ғой, жол жөнекей. Сөйтсем, бір топ адамдар бар ғой таксидің ішінде. Сөйтіп ауылдан жанына келіп түсіп қалғанда, үйге келсем, біреудің сөмкесін алып кетіппін. Ауыстырып алғам ғой. Ой, олар кімдер екен? Ұрылар ма сонда? Қайдағы ұры, мына көрші ауылға бара жатқан жолаушылар шығар. Жауыздар. Жеңеше, мен сөмкені шатастырып алып кеттім. Солай ма? Енді түсіндіңіз Басқа бе? біреудікін алып кеткен ғой. Сенің сөмкен қайда кетті сонда? Сол машинада? Енді түсіндіңіз бе, апа? Иә, түсіндім. Онда несі бар екен, ашып қарайық. Ұстама, ол Бейбітжанның сөмкесі болмаса, ашпа. Білмейсің ғой, айтып тұрмын саған. Апа, онда тұрған ештеңе жоқ. Мен қойдым, мен алып келдім. Қайтарып беру керек ағамнан. Не бар екен? Қағаз емес, қыруар ақша. Марат, тоқтай тұр. Мына анық қанығын білуіміз керек. Жоқ, апарып берейік Бейбіт аға. Оны қайдан іздемекшісің сен? Іздем, табам. Бәлкім бұл өмір бойы жинаған ақшасы шығар. Қазір жылап отқан шығар іздеп. Бәлкім ауырып қалған шығар, ауырып.
соған ақша жинаған шығар. Маратжан, Бейбітжан дұрыс айтады. Қайдан іздеп табасың? Апарып берейік Бейбіт аға. Бас салып дала кезіп кетпейміз ғой енді. Соны айтам балам, Біле ме? анық-қанығын білейік. Бейбіт ағам мұқият болмайсыз ба? Енді не істейміз? Енді ойланайық, иесі кім екен деп. Бейбітжан, сен ол адамдардың жүзін танисың ба? Танимын, көрсем яғни танимын. Иә. Қап, тауып алса ғой. Қиналып жүрген шығар қазір. Іздеп. Қазір кімнің несі жоғалмай жатыр дейсің? Тағдыр. Бұдан да зорғысын жоғалтып жатқандар бар ғой. Ой, құлыным-ау. Жұрттың бәрі сен сияқты болса ғой. Бөтен адамның дүниесін алмай, шырпыр етіп сен құсап, іздеп, табуға апарып беруге тырысса ғой, жоқ. Адамдар деген қазір оңай олжа тапса болды. Бірден үнсіз қалтасына басып алады. Ой, құлыным сол. Енді қайдан табамыз? Жеңеше, жарайды, уайымдамаңыздар, табылар. Бұл менің несібем емес екені анық. Демек, өзінің есі бар, табылар. Тілек тілеп отырайық. Иә, бастысы дұрыс қолға түсіп тұр ғой. Сенейік, Маратжан, ең басы жеңешем айтпақшы, дұрыс адамдардың қолына түсті. Мен бірақ бір таң қалып отырғаным, сіздер неге сенің сөмкеңде не бар деп не сұрамай отырсыңдар? Кешірші, Бейбітжан. Тек есімізден танып қала жаздадық қой. Сенің сөмкеңде не бар еді? Құжаттарың өзіңмен бе? Енді мына кісінікіндей көп нәрсе жоғалтпадым. Ішінде сіздерге алып келе жатқан сыйлығым, киім-кешегім болды. Қап құдай-ай. Жеңеше, Маратжан, меніңше бәрі жақсы болады. Шешекші, одан да. Құдай-ау. Тіпті сөмке деп есіміз шығып кетіпті ғой. Шайды да ұмытып. Қап, мына бір сөмкенің иесі қайда кетіп қалды екен, апа? Бұлай бұрылып кетсе Ақши ауылы. Ал бұлай тіке кетсе Аққайнар ауылы. Қайда кетіп қалды екен, а? Маратжан, жеңеше, бұл өмірде ештеңеінде ешкімде жоғалмасын, әйтеуір аман жүрекші. Соны айтсаңшы. Аман жүрекші, шай ішейік. Қазақтың даңқы, қазақтың салты әдемі. Дос, амал дос бар, малың жұтқанша бос. Ондай достар дүниеңе тек сұқтанса дос. Адал дос бар, жаның шыққанша шын. Сондай достар қиындықтан құтқарса. Дүние үшін шектес, досыңды тастап кетпеш. Адалдық керек досқа, сөзде көзде ештеңе өтпес. Жүзге ақшам жоқ деш, жүз досым бірақ көп деш. Себебі байлық, айлық бәрі жақын досқа жетпей. Дос, біреуі арынды, біреуі дарынды, түсінетін жанымды. Дос, көрейін бағыңды, берейін барымды, жақсы көрем бәріңді. Ақша достар, не көп басында, я. Сондай достар пайдаланар тек шашуға. Дос, патша достар, теңе асылға дәл. Сондай достар барлық кезде қасында. Жаман дошеуге дайын, жақсы дошейді уайым. Сынақтар сені шындай берген, көрген келген сайын. Болмасаң да сен байыл, қара мен ақты айыр. Түбінде бір ақшасы жаман, бәрінде бір қайыр. Дос, біреуі арынды, біреуі дарынды, түсінетін жанымды. Дос, көрейін бағыңды, берейін барымды, жақсы көрем бәріңді. Дошеуге дайын, жақсы дошейді уайым. Сынақтар сені шындай берген, көрген келген сайын. Болмасаң да сен байыл, қара мен ақты айыр. Түбінде бір ақшасы жаман, бәрінде бір қайыр. Дос, біреуі арынды, біреуі дарынды, түсінетін
жанымды. Дос, 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 көрейін бағыңды, берейін барымды, жақсы көрем бәріңді. Қазақтың даңқы, қазақтың салты әдемі. Ой, мына сөмкесі несі? Сәлем берді. Көп жаса. Менің сөмкем ғой бұл. Ой, Құралай, сен қайдан жүрсің? Айгүл тәте, енем қуып жіберді. Ай, тағы ма? Сол енемнің ай сайын ғадеті ғой. Білет менің кетіп қалмайтынымды. Сосын ашуы келсе болып, үйден қуып шығады. Ту, Айгүл тәте, шаршап кеттім, не істеймін, а? Не істейсің? Шыдайсың енді. Басқа амал жоқ. Ашу тарқайды. Я, білем ғой сол тарқайтын. Сол тарқағанша сіздің үйіңізде бола тұрайыншы. Қатырасың, Құралай, сенде. Мына біздің жұпар да қызық. Сенде келінді қайдан таппақ шол? Осы үйдің отымен кіресің, күлімен шығасың. Өмір бетіне қарсы келмейсің, енді не керек ей оған? Сол Айгүл тәте, білмеймін не керек екен. Мүмкін сіз сұрап көресіз не керек екен. Ай, кейде бар ғой осы. Енелерді қызығы. Ылғи келін жаман дей береді. Енелердің кейбіреуі өзі оңбаған. Жарайды, сен бар ғой. Тыңда мен, жұпар негізі жаман келіншек емес, жаман ене емес. Мен оны бала кезінен білем ғой. Ашу алдында, ақылы артында тез тарқайды ашуы. Я, білем ғой, сол тарқағанша күтіп отырғаным ғой. Енемнің ашуы бір қызанақ жегенше ғой. Бірақ қызанақ, Айгүл тәте. Келін, айналайын ақ келін. Келе ғой, болды, ашуым басылды. Айттым ғой, Айгүл тәте. Қой, мен барайын. Тоқта, Құралай, асықпа. Айгүл тәте? Сен бармайсың. Айгүл тәте, неге шақырып жатыр ғой? Шақыра берсін, сен барма. Қадырыңды білет, келесі жол саған ұрыспайтын болады. Біраз іздесін. Қойыңыз, Айгүл тәте, ұят болады. Түк құдайым, түш деппін ғой. Дорбаңды ал, Мәссаған, Айгүл тәте. біздің үйге жүр. Біраз күтсін, қадырыңды білет. Өзім жауап берем, қорықпай жүр. Қайдасың? Ақ келін, бақ келін, жаным. Қазақтың даңқы, қазақтың салты әдемі. Айгүл, Айгүл. Не болды, жұпар? Айгүл, Тыныштық мен па? келінімді көрдің бе? Жоқ, көрмедім. Сендердің үйге келмеді ме мұнда? Жоқ, келген жоқ, не болды, келу керек пе? Ой, енді қайттың? Не болды, бірдеңе болып қалды? Масқара, 4 күніне қашып кетіп жүрмесін? 4 күнне? 4 күнне қашатындай не, ұрыстың ба қатты? Жоқ, ұрысып нем бар? Менікі ауыз екі ашу ғой. Әй, ұрысқансың ғой сен. Енді ұрысқанда жай әншейін айтқам қайтпес, олар бетімен кетеді. Анау сенің бақшаңды өсетін қызанақтың да арам шөбін жұлып қоясың ғой, сол сияқты арам шөбін жұлғам бүгін. Ой, жұлғам деппін ғой, ұрысқам кішкене. Ай, сен жүрегіне тиетін қатты сөз айтқансың ғой. Қойшы, Айгүл, мен қатты ашулансам да ешқашан адамға ауыр сөз айтпаймын жүрекке тиетін. Білесің ғой? Міне екеуміз күніне 100 рет шайысып отырмыз. Бір рет ауыр сөз айттым ба саған? Иә. Жарайды. Оны қойшы. Ана келін қайда кетті екен, а? Мына күнде бұзылып келеді. Жаңбырдың астында қалып қалмаса болды ғой. Уайымдап тұрғанымды қараш. Әншейінде ұрыссам, бақшаға барып, қызанақ жеп отырушы еді байқұс. Енді қызанақ та жоқ, келін де жоқ. Мына күннің райын қара. Бұзылып келеді. Жаңбырдың астында қалып қалмаса екен. Құдайым-ай, қайда кетті екен. Бірінші рет бар ғой, уайымдап тұрмын өмірімде. Жаным жап жақсы келін еді. жап жақсы дейсің бе? Жап жақсы болса несін ұрыстың енді? Ай, осы менің мінезім бұзылып бара жатыр соңғы кезде. Болмайтын нәрсеге шап ете қалатын болды. Жұпар, қойшы, сенің мінезің бала кезіңнен осы ғой. Бала кезімнен осы ма? Мына қараш, күн сияқты. Бірде олай, бірде бұлай, бірде жарқырап тұрасың, бірде күн күркіретіп жүресің.
Ай, менің мінезім өзгеруге келмейтін шығар. Ай, мені қойшы. Мына келін қайда жүр, а? Енді қайттым. Жаным-ау. Енді қайттым. Жұпар қойшы, сен де жылайды екенсің ау, а? Сенде де жүрек бар екен ғой, а? Әрине жүрек бар. Немене мен терминатор деп педіңдер. Менің жүрегім үлкен. Алтыным-ай. Ендігер ұрыспайым бар ғой, қайда кетті екен? Келін. Айналайын. Қайда жүрім нау, а? Ай, келін. Келін деймін. Таза әртіс қой. Айгүл төте. Әй, Айгүл төте қатты жылап кетті ау. Барайыншы, енемді аяп кеттім. бармайсың. Тұр осында. Біраз жыласын. Бір шетінен ішін босатып алады. Бір шетінен тәубасына келеді. Ай, апамай, қатты жылады ғой. Негізі Айгүл төте, менің енемде ене жоқ қой бұл өмірде. Менің енем ең жақсы адам. Әй, келінжан, несі жақсы? Бейберекет ұрысқаны жақсы ма саған? Я, енді бізге сөйтіп ұрысып тұрмаса, біз бетімен кетеміз ғой. Енем айтпақшы, темірдей тәртіп болмаса, отбасыда береке болмайды. Тәртіп, тәртіп және тәртіп. Жомарт. Әй, Жомарт қайда мен келінің а? Ойбай, түш. Мынау қайдан жүр? Апа, не ғой? Мені Айгүл тәте тығып қойды сізді жыласын деп. О, пәле, ашық ауыз. Тығып қойды дейді? Айгүл? Бұның не? Тығып қойған емес. Ай, мен басқадан күтсем де сенен мұндайды күтпеппін. Өмірімде саған қатты сөз айтпап едім. Қазір айтам. Мынауың барып тұрған қастық. Қиянат қой, айналайын-ау. Менің жылап тұрғанымды көріп тұрсың. Оңбаған екенсің. Менің жылап жүргенімді көріп тұрсың. Қалай шыдадың сен, а? Жұпар? Соны айтам. Негізі бар ғой, біреудің отбасын бұзу. Негізі бар ғой, апа, мен айттым. Айгүл тәте қойыңыз дедім. Әй, келінжан, сен емес пе осында жылап, ұрысты деп жылап отырған? Енді ұрса өз енем, сіз біздің арамызға түспеу керек едіңіз. Сөйт. Жаным, апа, сізді бар ғой, қатты жақсы көрем. Бар үйге. Я. Мен саған көрсетем қазір енені боп салауды. Жақсы, апа. Айгүл, мен басқадан күтсем де сенен күтпеп едім. Сенде жүрек жоқ екен. Қош! Қош? О, тоба, мынадайда болады екен ау, а? Ай, бұған жаным ашып нем бар еді? Мына келінді қарашы, я. Енем деп. Енем десе, етін кесіп беруге дайын, а? Ай, мына Жұпарда. Ой, тоба, тура мына күн сияқты. Сөзім жоқ. Ай, кейбір енелер бар ғой, осындай келіндерінің қадірін білмейді ғой, а? Қой, менікіне араласу десеңші. Ой, тоба. Қой, енді сөйлемеспін. Қазақтың даңқы, қазақтың салты әдемі. Нұрболат қайда кетті? Полицияға кетті. Жаңағы сөмкені апарып беруге. Әй, оның иесі табылады дейсің бе? Қайда? Бәрі бекер ауыз. Неге бекер? Енді не? Бекер деп ақшаны жымқырып қалу керек пе не? Жоға, енді жымқырып қал деп айтып жатқан жоқпын ғой. Жай, табылуы қиын деп айтып жатырмын. Мүмкін емес, табылмайды. Жұпар, қойшы сенде. Жауды жақындатпай. Ниеттенсең, амал қылсаң бұлай. Табылады, неге табылмайды? Сөмкен Нұрболат полицияға алып кетті. Біз мына жақтан интернетке беріп қойдық. Осындай сөмке жоғалды, ауысып кетті деп. Ішінде ақшасы бар дедіңдер ме? Түстен кейін 40 адам келіп тұрмасын мені сөмкем деп. Қойшы. Сондай бір ақылсыз емес шығармыз, ішінде ақшасы бар деп соған дейін жазатын. Жай осындай сөмке ауысып кетті. Иесі табылса осындай мекен жайға келіп, хабарласын, алып кетсін деп жаздық. Әй, қайдам, қазіргі заманда. Жұпар, қойшы, қайдам демей. Табылады, көресің ғой. Әй, қайдам. Қойшы, қайдам. Ассалаумалейкум. Ойбай Магүл. Қожайын. Сәлематсыз ба? Амансыз ба? Танисыз ба? Жоқ.
Жомарт деген қазақтың үйі ма? Иә? Мына сумка ауысып кетті. Бұл сумкада иесі осы мекенжайды жазған екен. Тура келдің ба? Ей, айттым ғой саған табылады деп. Иә, тура келдіңіз. Бәрекелді. Міне, заманның дамаған деген осы. Телефонның пайдасы бұл. Дұрыс айтасың. Таңертең ғана жөкеңді айтам. Әй, телефон жаман деп әбден қараспан төндіріп еді, газет оқу керек деп. Егер газетке бергенімізде табылмайтын еді сөйтіп. Соны айтсаңыз. Бір жаманның артында бір жақсылығы тұрады деп. Келіңіз, төрлетіңіз. Төрлетіңіз. Дұрыс айтасың. Дастарханға келіңіз, шайға. Келіңіз. Жоғары шығыңыз. Ай, мына бір жақсы болды. Ана Нұрболатжан қуанып қалатын болды. Сумканың иесі бір жас жігіт болып тұр ғой. Иә, ол ана полицияға кеткен. Сіздің сөмкаңызды сол жаққа апарып берейін деп. Қап, сіз де біраз әуре болдыңыз ғой деймін. Жолыңыздан қалып қалған жоқсыз ба? Оқасы жоқ, табылды ғой әйтеуір. Иә. Сіздерге көп рахмет. Негізі анамды емдетуге жинаған ақшам еді ғой. Сауығып кетсін анаңыз. Рахмет, рахмет. Сауығып кетсін. Көрдің ба, Жұпар? Өмірде жақсы адамдар бар. Өмірдің өзі жаңағы ақ пен қарадан тұрады ғой, көрдің бе? Қайта сіз мына Айекең сияқты жақсы, адал адамдарға жоқтыңыз ғой. Әйтпесе кім біледі, басқа біреу болғанда жоқ болатын еді ғой. Дұрыс айтасың. Бұл да бір сынақ шығар енді. Иә. Табылғанына шүкір дейміз енді, табылғанына. Құтты болсын енді. Қазақтың даңқы, қазақтың салты әдемі. Thank you.